Сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі раскладымызды жігіт сізге не айтқысы келеді, соны көретін боламыз. Бірінші, қыздар, бұл сіздің раскладыңыз ба, раскладыңыз емес пе білу үшін қысқаша жаңағыдай жігітіңіз туралы біліп алайық негізінен. Жігіттің жалпы мінезі қандай адам, соны көретін боламыз. Жасы үлкен болуы мүмкін, үнемі ізденісте жүретін ер адам болуы мүмкін, үнемі ізденісте жүреді, жасы үлкен, ақылды десем де болады, немесе жаңағыдай конфликтке дайын тұрады, яғни өзінікін дәлелдеу үшін көбінесе жаңағы ұрсып кетуі де мүмкін, сөз таластырып кетуі де мүмкін. Жігіт мінезі солай түсіп тұр. Көбінесе жаңағыдай жолының болмай қалғандығына, өміріндегі белгілі бір нәрсенің болмай қалғандығына кінәні өзінен іздемейтін адам, айналасындағы адамдардан іздейтін сондай адам ретінде түсіп тұр. Әсіресе оны әйел адамнан көруі мүмкін. Және де бұл жерде әйел адамдармен көп жұмыс жасауы мүмкін бұл ер азамат. Әйел адамдардың мысал ретінде киім-кешектерін сату, немесе жаңағыдай доставкаде жұмыс істеу деген сияқты көбінесе әйел адамдардың тірлігімен жүретін ер адам десем де болады. Немесе коллегаларының арасында әйел адамдармен болуы мүмкін коллегаларды. Енді жігіт сізге не айтқысы келеді, бірақ оны сізге шын мәнінде айтпауы да мүмкін, айтуы да мүмкін. Не айтқысы келеді жігіт, соны көретін боламыз. Жігіт сізге не айтқысы келеді? Не айтқысы келеді жігіт? Сізбен негізінен тұрақты қарым-қатынас жасауға, даже үйленуге де шанс бар деген сияқты сөзді айтқысы келеді жігіт сізбен. Үйленуге болмаса да сізбен тұрақты қарым-қатынас жасауымызға шанс бар ғой, мүмкіндігіміз бар ғой деген сияқты сондай сөздер айтқысы келеді негізінен. Сізге айтқысы келетіні жігіттің сізді өте қатты қалайтындығын айтқысы келеді. Сізбен шетелге шығуды, басқа қалаға баруды, қыдыруды, шетелге шығуды айтқысы келеді, қатты қалайды деген сияқты. Сізді ұнататынын да кей кездері интернет желісіне кіріп, сізге жазғысы да келеді, ұнайтындығыңызды ұнататынын білдіргісі келеді. Мүмкін сізге жаңағы сообщение жазып, кейін потом қайтадан өшіруі мүмкін, яғни сізге жібермеген SMS болуы мүмкін деген сияқты. Сізді ұнататынын негізі айтқысы келеді. Жігіт не айтқысы келеді сізге? Айтып отырмын ғой, сізді өте қатты қалайтындығын да айтқысы келеді. Әсіресе интимдік жағынан да сізбен басқа жаққа кеткісі келеді. Сізбен айтып отырмын ғой, қанша кеткенімен сізден, мүмкін кетсе де, мүмкін жаныңызда болса да, кеткісі келмейді сізден. Кеткен ер азамат болса, жаңағыдай сізге қайта келгісі келеді, барғысы келіп тұрады. Араларыңызда сіздің қазіргі сәтте жігітіңіз бар болуы мүмкін, жігіт оны білуі мүмкін, немесе күйеуіңіз бар болуы мүмкін, немесе екеулеріңіздің қарым-қатынастарыңызға сіздердің ағаларыңыз, әкелеріңіз қарсы болуы мүмкін деген сияқты. Яғни сол жағы бұл ер азаматтың да жаңағыдай достары қарсы болуы мүмкін. Соның барлығына қарамастан, соның барлығынан сырып шығып, сізді алып кетіп қалғысы да келеді. Басқа шетелге болсын, басқа қалаға болсын деген сияқты. Соны айтқысы келеді жігіт. Тағы не айтқысы келеді? Болашақта өзін сізбен көргісі келеді, бірақ кедергілер көп біздің арамызда бірге болуға деген сияқты сөздерді айтқысы келеді. Болашақта мен сенімен бірге болғым келеді, ара қатынасымыз алдағы уақытта тығыз болғанын қалаймын, бірақ арамызда кедергілер, қайшылықтар көп деген сияқты сөз айтқысы келеді.
өтірік араларыңызға ұрыс салған адамдар да болуы мүмкін. Соның барлығы яғни кедергі біздің жақсы отношение жасауымызға деген сияқты сөздерді айтқысы келеді, жігіт айтқысы келеді. Тағы не айтқысы келеді? Айтып отырмын ғой, сізге барғысы келеді. Яғни сізге айтқысы келеді, басқа жаққа кетіп қалып, карталар, әртүрлі карталар шығып жатқанмен қыздар, мағыналары бір карталар. Яғни история бір қайталанып жатыр. Яғни жігіттің қайта-қайта айтқысы келіп жатқаны сіздің нақты жақсылап ұғынып алуыңыз үшін. Басқа жаққа кеткісі келеді, басқа қала, басқа мемлекет. Яғни сол жақта тыныш өмір сүргісі келеді сізбен. Айтып отырмын ғой. Немесе жігіттің басы бос емес болса да, әйелі бар ер азамат болса да, сізді жаңағыдай екінші әйелі қылып алғысы келуі мүмкін. Бұл жерде жігіт көбінесе солай көрсетіп тұр. Яғни алдағы уақытта өмірімнен сені сырт тастамаймын деген сияқты сондай ойды ойлап тұр. Жігіт екі өмір сүрсем де деген екі өмір деп отқаным, бірі әйелі, бірі жаңағы любовницасы деген сияқты. Сондай екі жақтылық өмір сүрсем де тастамаймын деген сияқты, до конца деген сияқты. Сондай сөздерді айтқысы келіп тұр жігіт. Жігіт сізге не айтқысы келеді? Тағы да. Жігіт сот мәселесі жағынан сізді алдаған болуы да мүмкін. Жігіт мүмкін әйелімен ажырасамын деуі де мүмкін. Немесе сот ісіне байланысты қазір қайшылықтар мынандай болып жатыр деген сияқты. Яғни көлікке байланысты соғысып қалып, яғни біреумен соттасып жатса да, әйтеуір бір сот мәселесіне байланысты сізге өтірік айтқандығы көрсетіліп тұр. Және де соны сізге шынын айтқысы келеді. Бірақ уже өтірік айтып қойды, енді болды, шынын айтса, сіз ойлайсыз ғой, мына жынды ма, бір өтірік айтып, бір шын айтып, не бәле деп айтады деп ойлап жігіт негізінен. Бірақ шын мәнінде сізге айтқан, бұрынғы сәттерде айтқан сол сот мәселесіне байланысты өтіріктерін қазір шынын айтқысы келеді. Бірақ ол шынын айтады, мойындайды. Осы айтып жатқандардың бәрін сіздің бетіңізге келіп айтады деген сөз емес, қыздар. Сізге негізінен айтқысы келетін сөздері жігіттің. Айтып отырмын ғой бұл жерде. Көбінесе айтып отырмын ғой, ажырасуға байланысты болуы да мүмкін, өтірік айтқан болуы да мүмкін. Ажырасам деген сияқты сөздерде өтірік айтқан болуы мүмкін. Өйткені сізге сезімі бар болып тұр сізге, бірақ басқа әйел адамды тастай алмаймын деген сияқты. Ол менің балаларым анасы деген сияқты. Сондай позицияны да көрсетуі мүмкін. Қыздар, барлықтарыңызды бірдей емес. Общий расклад болғандықтан қыздар, жекемен шықсаңыздар болады. Сізге не айтқысы келеді дегенге? Айтып отырмын ғой, сіздің ортақ балаларыңыздың болғанын қалайды, сезімі бар, соны айтқысы келеді. Және де бұл жерде жігіт, яғни өмірінде басқа әйел адам жоқса да, әйелі бар адам көріп отырсаңыздар да, ол сізді мүлде тастамауы мүмкін. Яғни, жігіттің ойы солай, сен мүлде тастағым келмейді деген сияқты, сондай. Тағы не айтқысы келеді? Сізге деген қызығушылық бар, солай көрсетіліп тұр. Жігіт көбінесе сізді түсінде көруі мүмкін. Сіз туралы көп ойланатындығы да көрсетіліп тұр. Алдағы уақытта қарым-қатынасымыз мүлде үзіліп кете ме, бір-бірімізден мүлде хабарсыз кетіп қаламыз да деген сияқты қорқыныш та бар. Соны да жігіт жеткізгісі келеді сізге. Және бұл жерде жігітте қазір айтқысы келетіні, мен қолымнан келгеннің бәрін жасап жатырмын, бірақ жаңағыдай ешқандай мәселені шеше алмай жатырмын. Сол себепті мен қазір өз-өзін кінәлау бұл жерде. Я мен қорқақпын, я мен қолымнан келмей жатыр, я трус деген сияқты. Яғни мен жасай алмай жатырмын деген сияқты сөзді айтқысы келеді, яғни мойындағысы келеді. Сізге өтірік айтқан сәттерінде мойындағысы келеді. Қазір қолынан келмей жатқандығын да мойындағысы келеді, бірақ оны сізге айтпайды. Айтуы да мүмкін, айтпауы да мүмкін, қыздар. Бұл общий расклад болғандықтан, қыздар, кейбіреулеріңізге тура келеді, кейбіреулеріңізге тура келмейді. Сол себепті жеке қаласаңыздар, WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады. Және де таро картасын мен секілді керемет қылып осылай ашқыларыңыз келсе, WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады. Таро картасын скидкамен үйретемін.